Қайырымдылықтың ең қайырлысы балық емес, қармақ беру. Өмірде біреуге көмектесу ең үлкен сауап. Бірақ көмектің де түрі көп қой. Біреуге ақша не азық түлік беріп уақытша қуантасың. Ал адамның өз еңбегіне сүйеніп, өмірін түзеуіне жағдай жасау әлдеқайда қиын, бірақ ең қайырлы іс. Мен бұл тұжырымға бір оқиғадан кейін анық көз жеткіздім. Сол жылдары Бұратала Жың өңіріне жиі барып жүретінмін. Бір жолы сол жақтағы 4 балалы бір отбасына ауыл болып көмектесіп 3 бөлмелі үй салып бергендеріне куә болдым. Отбасының отағасы мүгедек, жүре алмайды. Әйелі үй тірлігінен аса алмайтын қарапайым ауыл әйелі. Мен де шамам келгенше аздап ақшалай көмектестім де ілеге қайтып кеттім. Жылдар өте берді. Арада 5 жыл өткен соң, сол өңірге қайта жолым түсті. Әлгі отбасы есіме түсіп, жағдайларын білейін деп соға кеттім. Өкінішке қарай, ештеңе өзгермепті. Үй бұрынғыдай жұпыны, тұрмыс та баяғы қалпында. Ұлдары ержеткенімен жалқаулыққа салынып бос жүр. Еш қайсы жоғары оқу орнына түспеген, жұмыс істемейді. Үкіметтің азынаулақ көмегімен күнелтіп отыр. Бұл көрініс жанымды ауыртты. Неге бұлар осылай еңсе көтере алмай қалды? Неге үй салынып көмек көрсетілгенімен өмірлері өзгермеді деген сұрақ мені мазалады. Көп ойландым. Ақыры олардың үлкен ұлын әлеге өзімен бірге алып кеттім. Әкесіне, баланы бір өнерге баулып көрейін, мүмкін өз өмірін өзгертуіне себеп болар дедім. Жолда келе жатып балаға сұрақ қойдым. Қай іске қызығасың, балам? Білмеймін, деді ол ұялып төмен қарап. Содан 9 үй деген жердегі ұйғыр досым Нұрахмет ұстаға апардым. Ол темірден балта, орақ, самаурын, қышқаш, қазан қақпағы, шөміш секілді көптеген бұйымдарды жасайтын шебер еді. Балаға ұсталық үйретуін өтіндім. Ұста келісім берді. Мен де тамағы мен оқуына деп бір тайынша бердім. Баланы 3 ай ішінде үйретеміз деп жоспарлағанбыз. 80 күн өткенде досым хабарласып, балаң бәрін үйреніп болды деді. 5-6 күн кешігіп, жексенбіде барсам, бала орнында жоқ. Қатты уайымдадым. Досым иығын қайқан еткізіп, қашып кетті ме білмеймін деді. Бұл сөздің әзіл екенін білсем де жүрегім дір ете түсті. Сол сәтте осы баланың тағдырына өзімді жауапты сезіндім. Бірақ кешке бала есек арбасымен базардан келді. Ол зат жасауды ғана емес, сату жолында үйреніп алыпты. Ұйғыр тілін де меңгеріп қалыпты. Құшақтап амандасқанда көзіме жас келді. Іштей, міне, менің алғашқы қармақ алған балам дедім. Қазір сол бала елге сыйлы азамат. Өз қолмен ашқан шағын шеберханасы бар. Темірден түрлі бұйымдар, дарбазалар жасап, 6 адамға жұмыс беріп отыр. Інісі ағасының өнімдерін сатады. Ал қарындасы аудандық емханада медбике. Бір баланың өз еңбегімен өмірге бейімделуі бүкіл отбасының тағдырын өзгертті. Сол күннен бастап мен үшін қайырымдылықтың мәні өзгерді. Нағыз көмек адамды өзгеге тәуелдетпей, қайта оның өз еңбегімен өмір сүруіне жол ашу екенін түсіндім. Содан бері біреуге дайын нәрсе беруден гөрі, оның өз жолын табуына себепкер болуды ең үлкен сауапты іс деп білемін. Өмір сыйы кітабынан үзінді. Авторы Әбдеш Іңкәрбекұлы.